Күні бойы бүгін фон іздеумен болдым. Үйде дұрыс видео түсіретін дұрыс бұрыс жоқ екен. Сонымен ақыры айналып келіп, міне Оқжетпестің етегіне келіп отырмын. Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей кітап туралы әңгімелесетін боламыз. Кітапты әдетте сіздер қайдан оқисыздар? Кәдімгідей қағаз кітапты парақтап оқығандай ма, әлде электронды кітаптан оқисыздар ма? Тіпті мүмкін телефоннан оқитындарыңыз бар шығар. Және қандай форматта оқыған ұнайды? Көп жағдайда көптеген кітаптар интернетте PDF нұсқасында болады. Сосын EPUB нұсқасында ол нұсқа өте, мен сіздерге PDF-тен гөрі егер оқитын кітаптарыңыз EPUB нұсқасында болса, сонымен оқуға кеңес берер едім. Өйткені ол өте ыңғайлы. Мысалы, біздің телефонымызда көбінесе iBooks бар. Онымен оқыған, қолданған өте ыңғайлы екенін байқадым. Міне, көріп тұрсыздар ма? Мына программа, оның ішінде кітаптары кәдімгі кітапханадағы секілді орналасқан. Осы телефонмен жақында бір тамаша кітапты бітірдім. Ол Халед Хоссейнидің «И эхо летит по горам» деп аталатын кітабы. Бұл нұсқаның несі өте ыңғайлылығы, міне алдымен кітапты көрсетейін. Кітап міне осылайынан тұрады алғаш ашқан кезде. Сосын оны кәдімгідей парақтап, еркін парақтап, міне осылайда ақырын оқи берсеңіздер болады. Міне бұрын мен басқа PDF нұсқасында болса, басқа нұсқаларда болса, әдетте қалай мына кітап ары-бері жылжып кетеді, немесе басқалайынан болып тұрады ғой. Ал мына тұста міне кәдімгі кітапты оқып отырған секілді еркін ауыстыра беруге болады. Сонымен қатар бұнда түнгі режим бар. Мысалы, мен ұйықтар алдында міндетті түрде бір 10 шақты бет, немесе 20 шақты, енді әр кезде ол көңіл күйге ұйқыңның келіп тұрған, келмей тұрғанына байланысты түнгі режимге қоямын да, жанымдағы адамды да, жанымда сіңілім жатады, оны да мазасын алмай, міне ақырын оқи береміз. Бұл нұсқа өте ыңғайлы. Егер кітапты телефоннан оқитын болсаңыздар, онда мүмкіндігінше EPUB нұсқасымен оқыңыздар деп кеңес берер едім. Өйткені оның салмағы да өте жеңіл бұл кітаптардың. Ал есімде қазақша кітаптарды Тимур Бектұр жасаған кезінде. Бұл өте қолайлы, сондай бір шама қазақша кітаптарды да мен сол Тимур Бектұрдың кітапханасынан оқығанмын. Сіздерде әлі де ғаламторда бар, оны жазып алып оқып жүрсеңіздер болады. Сонымен келесі оқыған кітабыма келсем, ол өздеріңізге айтқан Халед Хоссейнидің «И эхо летит по горам» деп аталатын кітабы. Енді бұл кітап туралы өте көп айтуға болады. Ең алдымен Халед Хоссейни туралы айтып кетсем, қалай танысқаным жөнінде. Халед Хоссейнимен осы өткен жылдың жазында болса керек, «Бегущий за ветром» атты кітабын мен оқып, сол арқылы таныстым. Тіпті ол кітапқа ғашық болдым десе де болады. Оны қателеспесем, маған бірге жұмыста бірге істейтін Мадина деген апай кеңес берген болатын. Сонда ең алдымен маған фильмін қарап шық дедім. Фильмін айтты, сосын бірінші фильмін қарадым. Енді фильмінің өзінің әсер еткені сондай, кәдімгідей бір кітабын оқуға одан сайын ынталана түстім. Содан бірден кітабын іздестіріп, осылайынан оны да телефонға жазып алдым. Телефонға жазып алып, тіпті білмеймін, 3-4 күннің ішінде мекен тез-ақ оқып тастадым. Өйткені тілі өте жеңіл, содан кейін бір бұрын білмеген дегенде қалай айтсам екен, бұрын оқымаған таңсық тақырып болды. Содан Ауғанстан өмірі, Ауғанстан десе бізде қалай көз алдымызға бір соғыс, немесе білмеймін, бір өте біз сыртқы бейнесін ғана білеміз ғой Ауғанстанның, ал оның ішіне үңіліп көрген адам мүмкін бар шығар, бірақ мен өзім осы кезге дейін, осы кітапты оқығанға дейін Ауғанстанның тек сыртқы қалыбына ғана қарап жүріппін.
ал оның ішіндегі адамдардың психологиясы, олардың бастан кешкені, қаншама азапты күндерді сондай бастарынан өткізгені туралы оқыған кезде, енді кәдімгідей бір өзімді өзім қалай жек көріп кеттім бе, бір сәтке сондай бір жан дүниемде керемет арпалыстар басталды. Сонымен Халид Хуссейнидің кітабы былайша айтқанда қатты әсер етті маған. Сосын бірден қарастырдым, бұл қандай автор, кім бұл деген секілді. Сөйтсем, кезінде сол Ауғанстанда дүниеге келген, Ауғанстанда төңкеріс жылдары, кеңес әскері Ауғанстанға кірген кездері әкесі ата-анасымен Америкаға қоныс аударған. Былайша айтқанда кейін Американың тұрғынына айналған ауған азаматының, ауған дәрігерінің тырнақалды туындысы екен Халид Хуссейни деген. Содан бұл кітап жазыла сала әлемге таралып кетті десе болады. 50-ден астам тілге аударылды, әлемнің түкпір-түкпіріне таралды, миллиондаған тиражбен жан-жақтан оқырмандар оқи бастады. Сондай, енді бұл достық жайында, адамдардың арасындағы қалай сатқындық, достық, білмеймін, бір өте сондай ізгі қасиеттер жөніндегі кітап. Былайша айтқанда, барлықтарыңызға оқуға кеңес берер едім. Сол Халид Хуссейниге деген менің қызығушылығым, махаббатым, оның кейінгі кітаптарында оқуға итермеледі, былайша айтқанда. Содан келесі екінші кітабы, оның «Тысяча сияющих солнц» деген кітабын оқыдым. Екінші кітабы. Ол кітапты енді кішкене әйел тақырыбы көтерілген, Ауғанстандағы әйел тақырыбы, сосын соғыс әдеттегідей. Енді бірақ мен бірінші кітапта әсер етті деп айта алмаймын, бірақ ол да өте жақсы оқылды. Ол да әлемнің түкпір-түкпіріне бестселлер дейді ғой, қазір айтылады. Солайынан тараған кітаптардың бірі екен. Сонымен ал үшінші кітап осы жақында ғана қолыма тиді. Әлеуметтік желідегі бір досым менің осы Халид Хуссейниге қызығатынымды байқап, сонымен үшінші кітабын оқыдыңыз ба деп сұраған еді. Содан мен оқымағанымды айтқанымда осы үшінші кітаптың EPUB нұсқасындағы сілтемесін жіберіпті. Содан кейінге қалдырмайын деп бірден оқып шықтым. Енді көптеген, мысалы, әлемдік оның кітабына баға берушілер көп жағдайда айтады. Оның бірінші кітабы ол көбінесе ерлер тақырыбы көтерілгенінде, ал екінші кітабында әйелдер тақырыбы, ал мына үшінші кітабы, яғни «Ехали летит по горам», бұл адамдардың адамзат туралы кітап деп айтады, адамдар тақырыбы көтерілген кітап деп. Мысалы, бір ғана отбасының тарихын береді, бір ғана отбасы жан-жаққа шашырап кеткен. Біреу Америкада жүреді, біреу Пәкістанда жүреді, біреу Ауғанстанда қалады. Солардың әрқилы жан-жақтағы тарих, енді өмір жолдарын көрсетеді. Сондай шебер жеткізген жазушы. Сосын бір адамды қалай немен бірге, кейіпкерлермен бірге, өзіңде бірге қайғырасың, бірге қонасың. Солармен бірге енді өкініш жүрегіңді, өзегіңді өртейді. Сосын енді кітапты оқып болғаннан кейін шын керек армандадым. Шіркін Қазақтан да осындай бір жазушы шықса ғой. Қазақтың да басынан өткен сан ғасырлық азабы бар ғой, мың өліп мың тірілген қазақ деп айтамыз ғой. Сол мың өліп мың тірілген қазақтың бір несін, мұң қайғысын әлемдік дәрежеде бір жазып шығатын, әлемге бір түсіндіретін сондай бір жазушы бізде де туса ғой деген бір арман пайда болды көкірегімде осы кітаптан кейін. Қысқасы енді айтарым, меніңше Халид Хуссейни ол әлі ең негізгі шығармасын ол әлі жазған жоқ. Ол біріншісін жалпы халық өте жылы қабылдады ғой, өте жылы қабылдағаннан кейін кейінгілерін де сол мен көбінесеміз Жақсылық Қазымұратұлы деген досым бар. Сол екеуміз көп жағдайда кітаптар жөнінде талқылап, пікір айтып, сондай пікір алмасып жатамыз. Содан кейін мен айтамын ғой, мына Хуссейнидің осы кітабын бітірдім, бірақ біріншісінде әсер еткен жоқ. Әрине жақсы, бұл да әдемі деймін ғой, бірақ біріншісінде әсер еткен жоқ деп айтсам, ол айтады, сен ол біріншісі секілді жаза алмайды, оған потенциалы жетпейді деп ойлайсың ба дейді. Ол жаза алушы еді, ол тек мүмкін экспериментке барып жүрген шығар деген секілді бір ой айтты. Сосын мен де ойладым, расымен де ол негізгі шығармасы оның алда секілді.
ол әлі жап-жас жазушы ғой, енді жазушылық ғұмырын алып қарасақ, ол жап-жас жазушы. Оның ең негізгі шығармасы, менің ойымша, алда ол әлі бір Нобель алатын жазушы болады деп ойлаймын, енді Алла қаласа, енді қалған уақыт көрсетер. Сол, енді осы аптада оқыған кітабыммен сіздермен бөлістім. Ал бұл аптада сіздер қандай кітап оқыдыңыздар, қандай кітап оқып жатырсыздар, Халид Хосейни деген автормен таныссыздар ма, қандай кітабын оқыдыңыздар? Әрине, мында пікірді астында, видеомның астында қалдырсаңыздар болады. Сіздердің де пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, өте қымбат. Одан кейін мен өткен видеомда жіберген бір қателігім, ол келесі видеоның келесі түсірілетін видеомның кітап жөнінде айтып тұратын боламын деген. Келесі кітап ол Әбіш Кекілбаевтың Аңыздың ақыры кітабы. Енді ол кітапты не үшін таңдап отырғанымды өздеріңіз де жақсы білесіздер деп ойлаймын. Және өткен жолғы мен Зейнеп Ахметова апамыздың Әзіліңді сағындық кітабын өзімнің жақсы бір пікір жазған көрерменге сыйға тартам деген болатынмын. Ол міне көрерменді қарап шықтық. Көрерменді қарадым. Бірнеше жақсы пікірлер болды әрине. Бірақ солардың арасынан маған Дәурен 92 деген баланың Зейнеп апамыздың кітабын оқығысы келетіні жөнінде, оның өзінің достарымен бөліскісі келетіні жөнінде және сатираны ұнататыны жөнінде айтқан екен. Сол Дәурен 92 замандасымыз жеңімпаз болды. Мендегі Зейнеп Ахметованың кітабы сіздікі. Хабарласу үшін әрине менің осы видеоның астында ВКонтактедегі немесе Фейсбуктағы адресімді қалдырамын. Соған жекеге жазсаңыз болады. Осы Дәурен едім, менің кітабым қайда деп жазсаңыз, сізге қалай жеткізудің жолын қарастырамыз. Ал кітап оқиық достар, кітап досымызға айналсын. Келесі кездескенше.